Балалары болсын, ақшаны жақсы көретін, жақсы санайтын біреу болсын. Ағайындар, мен қалай келдім деп қашымын, сондықтан ағайындар, мен ашқан келіннің бетін елей шаңыраққа ұла келеді, елей қыза келеді. Сондықтан мен ортаға өз анасының жолдай деп тұрмын, мамамыз шақырып, өзіңіз ашыңыз, сіз сияқты елге сені келіп болсын, бақ келіп болсын, тұғыры мұқты болсын деп, анамызға жолда жатырып, әулеттің мамасы, үлкендер мамалар бар ма? Үлкен мамамыз бар ма? Кім бар? Үлкен. Келіңіз аға, өзіңіз ашып беріңіз, келіңіз. Шабалар қойық мамасы, ғой? Аллаға өзіңіз ашыңыз, біз сіздер жүріп жатырған қайда. Шабалар қайда! Келеріне қарасаң ай көргейді, аумайды алмай сөйледі айлерге. Кешеге төлегендер ғашық қылған, бүгінгі келіміздің қышбектен қай ергендегі бір қол соқтасыңдар ағайындар. Рахмет, аға қолымыз құтты болсын, ал қош жеңгелері көп рахмет, қолдарымыз құтты болсын, ауылымыздың осындай орамал атқан аппақ сүйікті жеңгелер бұл жүргендер. Шаңырағаннан орамал тоғылмай жолын аттеп, қаздағы сый-сапатымызда жеңгелерге ұсынуға ұқсат етіңіздер. Шапалақ қайдасыңдар. Рахмет, қолдарымыз құтты болсын. Ал енді жастарымызды ортаға шақ өздерін бүгін дастарханымызға жайғастырамыз. Жастарымызды өздері қыздарымыз қосып, осы жерде қазір неке сақина алма суресі болады. Ал енді жастарымызды ортаға шақырайық деп тұрып келіп, шамалап қойып, шамалап қойып. Ал екеумізді мына жаққа қазір шақырып, бұлар жаққа қарап тұрасызда, сондықтан осы жерде неке сақина алма суресі болады көріміз. Мен қалай жұмысқа қарайсыздар? Мен қалай. Шамалап қойып кел, ашық. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Қазақстан Республикасының азаматтары Карин Аршат Алмасұлы мен Қапизова Гүлжанат Тұрыполақызының салтанатын ашық деп жариялаймыз. Құрметті жас жұбайлар, салтанатты түрде неке түрген күндеріңіз сіздердің ұзақта бірге өткізетін өмірлеріңіздегі ерекше оқиға. Сіздердің негізгі жанұя құрып, болашақ ұрпағыңыздың бақытты болатын адал да игі оты, жас отау құрып отырсыздар. Қазақ елінің салт дәстүріне сай шаңырақ көтеріп бір-біріңізді ата-аналарыңыз сыйлаңыздар. Қазақ елінің үлгілі азаматтары болыңыздар. Жас жұбайлар, сіздердің алдарыңызда ұзақта өмір, бақыт пен еңбек жолы жатыр. Сондықтан Қазақстан Республикасының неке және отбасы заңына сәйкес сіздерге бірнеше сұрақтар қоюға рұқсат етіңіздер. Сіздердің некеге тіркелу тілектеріңіз өзара келісіммен, өз еріктерінен пайда болған ба?
Siz kim jigit? Sizlerin ko'ngillarida quvonch kelishadi. Qaynoq qasletlik hissimi? So'g'an birdi o'rtada so'radaynsizlarmi? Siz qavmda. Siz kim jigit? Ikkining qanday cheklaysiz? O'zingizga ya. Olay bo'lsa mahvatlarni deb istelga yaqinda nega tepki aqda qo'l qo'yiladi so'radi. Sizlerde yerli zayıflar deb жарыялаймыз. Секілді мөлдіреген көздің жасы, мәңгілік махаббаттың қағидасы, шешімін екі жақтың байланыстырған, жұлдыздай жарқыраған сақинасы дегенде, жас жұбайлар неге қияр жүзігін алмастырулар сұралады. Üçüncü yıldızı sizlerin nikilerinizden bir kıyıldı. Nige kıyar yüzükte tek senlikte takpaydı. Nige kıyar yüzükte mahabat мәңгі сақтайды. Mahabatlarınız мәңгілік болсын. Құрметті жас жұбайлар, сіздерді заң никилеріңізбен құттықтай отырып, сіздерге зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Өздеріңіздің ықылашқа жанұялық неке куәліктеріңізді тапсыр етуге рұқсат етіңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ата-ананың ақ сүтін ақтаңыздар, ақ махаббатты мәңгілік сақтаңыздар. Сіздерді осынау барлығыңызды 25 жылдан кейін күміс той, 50 жылдан кейін алтын той, 70 жылдан кейін гауһар тойын тойлауға шақырамыз. Сіздерге ақ жол тілейміз, бақытты болыңыздар. Ал енді бүгінгі жастарымызға бір қатырақ қол соқпайық, екінші қиып жатқан жастарға. Бүгінгі екеуі бақытты болсын деген ашаққа бір шапалақ қайда қатушы бір соғайық. Алғашқы салбасқан деген сақинаны қолға тақтың. Ал енді өзің бүгінгі қадамын басып, бүгінгі өздеріңіз махаббат сыйлы дастархандарына, алдыңызға ақ жол төсеп, өздеріңіздің дастархандарыңызға жайғастырайық. Жолдарыңыз ақ болсын, тек қала Алланың нұр жаусын, екеуінің бақыттығын өшігі Алла нәсіп етсін дегізбен. Ал той құтты болсын, кетті! Show
армысыздар ардақты ағайындар, армысыздар ардақты туысқандар, бір-біріне сырласқандар, өмірдің қуанышын бірге кешкен, әрқашанда жақсылыққа тырысқандар, армысыздар ағаларым, жеңгелерім, армысыздар апаларым, жеңгелерім, сіздердің салған сара жолдарымен адаспай бұл өмірде мен келемін. Армысыздар ардақты замандастар, армысыздар інілермен қарындастар, армысыздар арнайы тойға келген шоқ болып өлген жаңған жалындастар. Шауққа толы болсын ойларыңыз, орындалсын арман тілек ойларыңыз, ағайын туған құдай жекжат, тату болсын бүгінгі жасап жатқан ысықтар, тойларыңызды көп болсын. Бүгінгі тойымызды біз болып, сіз болып жақсы көрсек, алдарыңызға түрі тағып қойып, қолдарыңыз бос қойып, үлкен ағынан намыстар, тәбеттеріңіз тартқанша тағам алып сөзіңдарымыз құйып отырыңыздар. Енді жаңа тойдың басында айтып отырмын, барша мұсылманды мынау бүгінгі ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын, әрқашанда Алланың назарында тек қана жақсылық қуаныш тойды жүзеге Алла нәсіп етсін дегіміз келеді. Енді мынау бүгінгі қуаныш тойымызға бәріміз де жиналып жатыр. Сондықтан бүгінгі тойымызды жақсы етіп өтсек, ортаға шығып жақсы тілектерімізді білдіріп, ортаға топ-топ болып шығып, біреуіміз тілек сөйлеп, Алланың сол тілекке қосылып, қалған уақытымызда тілекті тыңдап, қалған уақытымызды билеп, тойымызды мәнді сарқылы өтсуге атсалысып отырайық ағайындар. Ендеше сусындарымыз құйылып тағамдарын жаудатса, біз алғаш тілекті бастамастан бұрын жамандық дейтін болады ғой жатқасын, жақсы сөздер іште болып жатқасын, тебіреніп келіп тезде қағар тетектеу әкеміз бен анамыздың шаңырағын көздеп Құдай сақтасын деген екен. Енді тілегімізді қылып отырып, бүгінгі осы шаңырақтың қызын көре алмай келген өмірде өткен әкемізді орнымызға тұрып, бір минут бес қалсақ деген ниеттеріміз ағайын. Бәрімізге рахмет айтамыз, Алла сыйласын. Рахмет. Енді мынау әкеміздің көрінді келген қызын кейінгі ағаларымыз бар, Құдайға шүкір, апаларымыз бар. Осы шаңырақтың беделді, елге беделді азамат пен азаматшалар Құдайға шүкір бар. Сол апаларымыз осы шаңырақтың қызығын жалғастырып, бүгінгі күні осы ашақтай ұлдары үйленіп, бәрін атсалысып жатыр. Алла сыйласын. Ендеше олай болса, бүгінгі тойымыздың алғашқы тілегін білдіретін, барша ағайынға қош келдің тілегін білдіретін, бүгінгі күні бір баласы екеу қуанып жатқан балаларына ақ батасын беріп, арзуға салатқан, үлкен бірлеп қойып жатқан той иесі, бүгінгі Гүлжанат анамызды қол соқыртаға шақырайық. Гүлжанат мамамыз. Алтынай деймін, тұру шақсып кетті ғой. Какая разница, бәрі киіміз көріп. Алтынай мамасы шаңырақ қайда? Енді сасып қалып жатыр ғой, баяғыда бір атам сой бір кемпіріне мама деп айтады, түсінеді сол сияқты ағайындар. Енді той болмасын болады ағайындар, сондықтан тойымыз құтты болсын. Анамызға бір қаттырақ қол соғайықшы тағы да. Тойымыз құтты болсын апа, енді той қыласын. Мынау енді сіздің қасыңызға алғашқы тілекті білдіргеннен кейін ортаға жақын тілекке әулеттің үлкендерін шақырайын деп тұрмын. Ысық әулеттің үлкендері. Осы бүгінгі әкеміздің ағалары, апалары бар Құдайға шүкір. Ортаға айын болсын ағамызбен Роза апамызды, Маша апамызды, Сәлімжан ағамызбен, Нәсіпқали ағамызбен Гүлнар апаны, Гүлшат апамызбен, Мұрат жездемізбен Ғали апамызды, Валера, Галя, Серік жездемізбен Ғали апамызды, Асқар ағамызбен Нұрбеке, Алмаз, Гүлсара, Ботагөз, Нұрбедел, алтын атты қонақтарды ортаға шақырайық деп тұр. Келіңіздер әулеттің үлкендерді шақырайық. Қош келдіңіздер, әулеттің үлкендері тойларыңыз той қыласын. Тойлар жаға жетеуі Алла нәсіп етсін. Бүгінгі күні ағамыздың шаңырағын сыйлап келіп жатқан аға жеңгелер көп рахмет. Ендеше жақсы тілекті анамыз бастап, үлкендері қостап, жақсы тілекті ақтарыңыздар.
Құрметті қойшы қауым, бүгін енді Ақтөбенің қарымызарлық ірі-іріміз Алмастың шаңырағында үлкен қуаныш той болып жатыр. Осы тойға қош келдіңіздер, барлықтарыңызға. Енді Алтынай Әлебайымызда құлаған екі бала болып жатыр. Балдарымыз Аршат баламызбенен бақытты болсын, жақсы семья болсын. Мынау енді өзіміздің мейірімділікті сен көр, ағайын болар көрсін. Балдарым бақытты болдылар енді. Бақытты істе бәрі бар дейді. Бірақ әншіктен келіп жатқан құдалар, адамдарыңызға жаңадан келіп жатқан құдалар, оң болсын, орындарың әрдайым көр болсын. Енді толқып айтап жалғастырады бар. Арасында құрметті қонақтар, қош қауым, қош келіпсіздер. Енді Алмас ағамызбен Алтынай жеңгеміздің шаңырағына. Енді бір баласы жеке бала болып, қуанышымыз жағынан болсын. Ал енді мынау келіп жатқан құдалар адамдарымызға біліп өтсін. Ал енді мынау енді балалардың құда жүрек қалауымен, ұйғаранмен осындай дәм мотивацияда тойды жасап осы сіздерге көп рахмет. Балаларымызды алып келіп қолына қол қойып қарасың. Енді бұл келіп жатқан қойшы бауыр сіздерге көп рахмет. Осындай тойдан қуаныштан естіп бәріміз. Аман болайық. Ал енді мынау Алтынай мынау балаларымды қызықтап, ағамын көрмеген қызымен сіздермен маған бере отырсыз. Құттай бір десуін. Қадірлі қонақтар, қадірменді ағайындар, сіздерден бір өтініш сұрайтын. Кімде-кім тілек сөйлеген кезде біріміздің тілегімізге кесір келтірмей тілек тыңдайды. Қазақта жақсы сөз бар, тыңдамаған сөз жетілмейді. Ол кісілер ортаға еріккеннен шыққан жоқ. Жақсы бір ниет тілектерін тыңдайын деп, тілектерін білдірейін деп шығып жатыр. Сондықтан кішкене тілек тыңдайық. Сонымен қоса осы тілекке Тамара апамыз қалып қойған екен. Келіңіз, Тамара ханым. Келіңіз ортаға. Тамара апа бар екен. Келіңіз, қош келіңіз апа, жақсы тілегіңізді білдіруге сізді шақырамын ортаға. Тілек білдіремеңіздер, қош келіңіздер. Ал құрметті қалайық, құрметті мынау ағайынның әулеттері, мынау құрбан жатқан тойларыңыз құтты болсын. Бұл енді үлкен той. Анау енді Қара дейтін атамыздың өсіп өнген ұрпақтары, оның немерелері, соның шөберелері. Енді біздер önüne балдарға күйеу боламын, мен жеңгесі боламын, қасында тұрған Айнейдің апасы. Анау енді біздер енді бір жылдың үстінде асып кетті, осы ауылда күйеу болғанымызға. Сол талай тойда, талай жарыстықта бірге болып келе жатырмыз. Ойды да, қуанышты да, қайғыны да ортақ бөлісіп келе жатқан жағдайымыз бар енді. Мынау енді жаңа асабада өте жақсы айтты, өзі көрілмей кетсе де, ondan енді артында орны оғалар деген өрісі кеңейіп, мынау енді үлкен әулетпенен, анау Ресейменен шекаралас, Қаныскен жақпенен, Теңіз жақпенен тағы да өрісін кеңейтіп құдамыз отыр екен. Құдаларымыз енді қадамдарыңыз құтты болсын, бастарыңыз аман болсын, елдеріңіз сау болсын, көргендерің той болсын, құдаларымыз. Мынау енді балаларға не айтамыз енді? Енді үлкен мектептен өттіңіз, үлкен аталарыңыздың тәрбиесін алмағанмен де, көзін көрмегенмен де, бержанның балдарын көрдіңіз енді. Екеуміз бақытты болыңдар, біздің келгенімізге жанына жалау болыңдар. Алмаз Өрсаған да Асекесізге де құтты болсын, той боласын. Біз енді көп күйеу едік, осы 7-8 күйеу едік, бір қорап мәселе өтіретек қалай. Біздер күйеулердің бірінші поколениясы, мына жақта екінші поколениясы отыр. Енді ол базалап келе алмады. Біреу баламенен, біреу даламенен, біреу бесік бар, біреу есік бар. Әйтеуір біраз сәлем айтып жатыр. Аман.
той оласыздар. Құрметті бауырларым, мынау енді сіздер үшін бүгін өте қуанышты күн. Мынау ақсардың ақкөңіл жазға жүретін алма сіңімнің арсатымыз үйленіп, басы екеу болып, бәрімізді қуанышқа бөлеп жатыр. Қуанышымызда шек жоқ. Өзі және мынау қасиетті Рамазан айына келіп тұр. Екі баланың отау тойы уақыты. Соған да қуаныштымын. Құтты болсын барлығына да. Мынау тойға келіп, шаңырақты сыйлап, інімді сыйлап, келіп жатырған құда жекжат, тума туыс, ұжымдастар, балам, інімнің бауырымның ұжымдастары, достары, барлықтарыңызға да көп рахмет. Уақыттарыңызды бөліп, қуанышымызға ортақтасып келіп жатқанымызға. Енді екі балаға өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Анау Аншыбай тәтем мен Гүлжан апам, жеңешем, біздер өсіні шеше қылып өстік. Енді соның мынау қолына түскен Алтынай келінім Айбекке үйленіп, Айсұлуды алып, бір шаңырақ көтерілсе, міне бұл екінші баласы үйленіп, тағы бір шаңырақ көтеріліп жатыр. Енді осы қызықты алма сіңім көру керек еді, енді жас еді, өмірден бірақ өсіп кетті Алланың бұйрығы бойынша. Енді қалған өмірінде осы қызықтың бәрі Алтынай келінім көрсін. Соған жазсын, балдар екі бала құтты болсын, бақытты болсын. Мынау келіп жатырған құда-құдағайларға Гүлжан апамызды алып қош келдіңіздер. Осы біздің әулеттің құрметті төрінен орын алатын жақсы құдалар болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, мынау алдыңғы құдалардың жолдарын қуыңыздар. Не айтайын енді? Соңғы келіндерді айтпағанда біздің ауылда сонау Аққамас шешемізбен Гүлжан шешеміздің жолын берсін Гүлжан атыма. Олар деген ұштап мамамның әжеміздің қатал тәртібіне көнген, сол кісілердің бағын тапқан, сол замандағы жақсы келіндер болды. Оның бер жағында олар жалғыз мама емес. Жаңа Гүлжан апамды айтайын, үлкен әжеңді айналайын Гүлжан ат. Аққағаздақтың сөйлеп тұрғанда, ол кісі қасына, ол кездерде мынандай банкет жоқ қой, сонда қасында қақшиып тұратын еді. Ана кісі отырғанша, ол кісі отырмайды. Ол кісі